Ассалямағалейкум, сәлем баршаңызға. Мен арнама қош келдіңіздер. Егер де мен арнама әлі де тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Құранда аталған 6 жеміс. Аллах тағала бізге не берсе де пайдалысын, өсіп өнуімізге, дамуымызға қажеттісін, тәнімізбен қатар жанымыздың тазалығы үшін керектісін берді. Сондықтан дертіне дауа, жанына шипа іздеп жүрген, денінің саулығын сақтағысы келетіндер үшін Құранда аталған өте пайдалы 6 жеміс бар. Біріншісі зәйтүн. Зәйтүн жүректің саулығына, қан айналымының дұрысталуына көмектесіп, артық салмақтың алдын алады, терінің саулығы мен әдемілігіне себеп болады. Банан. Олар жеміс салмағынан бұтағы иілген текенсіз шие ағаштарының және шоқ-шоқ болып ұйыса біткен банан ағаштарының созылып жатқан кен саясында һәм сарқырап аққан сулардың жағасында болады. Уақиға сүресі. Бананның денсаулыққа тигізер пайдасы өте көп. Бүйрекке, ішекке, ракпен күресте, метаболизмге таптырмас ем. Егер де сіз мен анама тіркелсеңіз, онда мені анамда осы банан жайлы толық мағлұматтар бар. Бананның қандай құрамда қандай дәрумендер бар, ол қандай ауруларға ем, осы банан туралы толық мағлұмат менің анамда бар. Сондықтан мен анама тіркеліп кетіңіздер. Үшіншісі анар. Екеуінде де алуан түрлі жемістер, соның ішінде құрма мен анардың түр-түрі бар. Уақиға сүресі. Анардың дәні де, қабығы да, шырыны да дертке дауа. Ағзаның ауруларға қарсы күресуіне жол ашады. Қант диабетін болдырмайды, холестеринді реттейді, рак клеткаларының дамуына жол бермейді, жүрекке де ем. Инжир. Інжірге және зәйтүнге сүт. Тен сүресі. Інжір талшығы көп өсімдік. Жүрекке, сүйектердің мықтылығына, ас қорыту жүйесіне көмектеседі. Құрма. Сондай-ақ жерден жайқалған құрма мен жүзім бау-бақшаларын өсіріп, қайнар бұлақтар шығарамыз. Сол өсімдіктердің жемістерін құлдарымыз өздеріне өмірлік азық қылсын дедік. Олар мұның бәрін өз қолдарымен жасаған жоқ. Олар сонда да шүкіршілік етпей ме? Ясин сүресі. Құрма ДНК мен клеткалардың дамуына әсер ететін таптырмас жеміс. Ағзаны тазартып, рак, жүрек ауруларын болдырмайды. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Жоғарғы қан қысымын, қант мөлшерін тұрақтандырады. Анемияға, бауырға ем. Көру қабілетін арттырады, сүйектерді қатайтып, жан саулығын сақтайды. Қан тамырларды қатайтады, холестеринді реттейді. Баланың өсуі мен дамуына жақсы ықпал етеді. Ас қорытуға көмектесіп, теріні жұмсартады. Айта кететін жайт, осы құрма жайында тағы да бір хадис бар. Кімде-кім ашқарынға күніге 7 әжуа құрмасын жесе, сол күні кешке дейін сиқырмен уланудан құтылады. Ал егер кешқұрым 7 әжуа құрмасын жесе, сол таң атқанға дейін сиқырмен уланудан құтылады деген. Сондықтан да қолдарыңыздан келсе, таңертең, я болмаса кешке таман осы 7 әжуа құрмасын жеуге сіздерге кеңес берем. Балаларыңызға міндетті түрде беріңіздер, өйткені құрманың құрамында өте пайдалы дәрумендер көп. Алдыда осы құрма жайында сіздерге толық мағлұматтар түсіріп, видео түсіретін боламын. Жүзім. Алла сол сумен сендер үшін егіндерді, зәйтүн, құрма һәм жұмыс бақтарын және әр алуан жемістерді өсіреді. Шүбәсіз осының бәрінде ойланатын қауым үшін өте маңызды бір белгі, бір ғибрат бар. Нақл сүресі 11-ші аят. Жүзім бас ауруына бірде-бір ем. Көздің көруін жақсартады, бүйрек, астма ауруларына пайдалы. Зиянды микробтарды өлтіреді, теріні жұмсартып, жасартады. Шаштың қатайып, жақсы өсуіне ықпал етеді. Егер де менің сіздерге видеом ұнаса, мен анама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып, поделиться батырмасын
басу арқылы менің каналымның одан әрі қарата дамып, сіздерге бұдан да көп өте пайдалы да маңызды ақпараттармен бөлісуіме себепші болыңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.